атынан ескендерге үлгі өнеге көрсетіп жүрген қыздың біреусің ғой. Болашақта төңірегіне жиналған аналарға жылына бір рет мәулет оқып үйретіп дұрыс жолға бастасаң ісіміз алға басады деп ойлаймын. Мына бір кітапты саған тапсырайын деп отырмын, мәулетті. Осыны әрқашанда тастамай, біреуге беріп жібермей, осы әжелерінің басын қосып, мәулетті өз бетімен оқи беруіне Алла тағалам жағдай туғызсын. Әдейі. Алла қуат берсін, қабыл етсін. Апалар дұға етіп қойыңдаршы. Бәріміз басынан бауыр бүтіндер жыл сайын осы мінеки Баян апаның берген мына бір жағынан мәулетті кітапшасын Камиляға беріп тұрғаным, ертең шама келсе, көбейтіп, әрқайсысының бір-бір екземплярдан беретіндей деңгейге жасасын деп әдейі беріп отырмын. Алла бұйыртса бәрі мемлекетте осы мәулеттер тұрсын. Біз салт дәстүрді дәріптеуші аналарымыз, қоғамның аналарының біз бас қосып отқан жиыны болады міне. Бас қосып отырғанымыздың себебі кешегі өткен ардақты пайғамбарымыздың туылған айы, қасиетті мәулет айы өтті, 30 күн тойладық мұсылмандар, 30 күн салауат айтты, 30 күн мәулет айтты. Енді соның жалғасы деп біздер мына Іле ауданының территориясында да осы жердегі аналармен қосылып, тағы бір қонақтарды қосып дегендей, тағы бір жаңағы мәулет мерекесінің шайына бас қоссақ деп ниет қылып едік. Осы Байсерке аналарын жинап отқан Тамара ханым сізге мың алғыс. Қазір екінші бөлімде сіз туралы айтылады. Енді мына жиналып отқанымыздың себебі мына пайғамбарларымыздың жаңағы мөрі болған, екі дүниенің сардары болған, адамзаттың асылы болған, мінезі құран болған, қандай мақтауларға да ие болған, ертең қияметте біздерге шапағатшы болатын, бізді тозақ отынан бармасыншы деп былай тартып алатын біздер үшін жылап кеткен сондай пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның айы мәулет айының қадір қасиетіне біз жете алмаймыз қанша оқысақ та. Міне Баян апайымыз ортамызда міне бас болып міне мәулетімізді қазір оқып берсе, сіздің апайымыз, сіздің ақбатаңыз қабыл болсын. Мына қонақ болып келе жатқан Сара апайым бар, тағы да міне қонақ болып келе жатқан кісілер бар, оны кейіннен таныстыра жатармыз. Осы мына отырған отырысымыз, мәжілісіміз Аллаға ұнамды, қайырлы, берекелі мәжілістерден болғай. Бәріміздің қадамдарымызды құтты қылсын. Айтатын жаңалықтарымыз көп, оны жеке-жеке құттықтап кейіннен айта жатармыз. Ал енді қазір біз мәулет айының құрметіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның біздің сүйікті елшіміз, Алланың сүйікті құлы, біздің қияметтегі шапағатшымыз, пайғамбарымызға айтылатын салауаттарға, мәулеттерге рұқсат болса, осы отырысымызды ашық деп жарияласа. Баян апай, бастасаңыз екен. Құран кәрімі тек қана әшейін адами қылықтарды ғана дәріптемейді. Бүкіл осы табиғатта болып жатқан құбылыстың барлығын сол Құранда түгел жазған. Оның бәрі әрбір әріппен жасырылған, әрбір сөзбен жасырылған. Ол Құранды ешкім түбіне жетіп, әлі зерттеп, мына сөзі мынаны білдіреді деп әлі айта алмай жүр. Оның әрбір сөзінің өзі жасырылуы. Әрбір әріпінің өзі жасырылы. Міне Құран сонымен қадірлі, сонымен қасиетті, сонымен ол өміршеңді. Бір Алланың атымен бастайық. Тарих басы исламда хижраттан басталды. Мекеден ауып көшкен күн зор неғмет басталды. Мединаға барған күн жыл басы боп саналған. Қаулы қылып бағдығы бір ауыздан қарсы алған. 622 жыл туылған Ғайсаның осымен есептеп білуге болады қисабын. Расулалла хақ дінде дұшпаны күшті зор болған. Қорлаған Расул ақырда бақыты үстем зор болған. Туған елі ағайын аямаған нанбаған. Нану түгіл хақтық сөз құлағына бармаған. Онымен қоймай қастасып өлтіруге қамданған. Қару ұстап барлығы қамаған үйін арналған. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи. Мархаба я мархаба. Алла Таала өзің кешір.
Kabul olsun kitaplarınız. Allah buyursa bärimizдің қолымызда осы кітап болып, үйімізде отырып салауат айтуға Алла тағалам нәсіп етсін, Жылағанды жұбатып, қолда барды таратып, көрсетіп көмек жарлыға. Көрсетіп үлгі, өнеге өсіріп немере шөпшек шөбере, ынтымақ бірлік береке, пайдамыз дейсін елге де, ісіміз ұнап Аллаға, шақырсын қағбаға, бұйыртсын жаннат бағында деп, Алла барлықтарыңызға қажылықты бұйыртсын, қағбаға баруға барлықтарыңызға нәсіп етсін.